Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Абай атындағы нөмірі 2 мектеп лицейінің биология пәні мұғалімі Көпкөзова Нұргүл Ашемовнамын. Бүгін сіздермен наруздар, қасиеттері мен қызметтері тақырыбын өтетін боламыз. Оқу мақсаты наруздардың қасиеттері мен биологиялық қызметтерін сипатта. Сабақ мақсаты адамның әр түрлі наруздарының қасиеттерін сипаттайды, ағзадағы наруздардың негізгі 3 қасиетін анықтайды. Үшінші, неліктен наруздардың ретсіз биополимерлері болып табылатынын түсіндіреді. Енді алдыңғы сабақта еске түсіру үшін бізден жауап, сізден сұрақ арқылы үй тапсырмасын есімізге түсіріп жіберейік, балалар. Мен қазір яшықтарды ашып отырамын. Сіздер сол жерде жауаптар шығады. Жауаптарға сұрақтар қойсаңыздар. Бірінші яшықты ашайын. Бірінші яшық. Өткен сабақта біз көмірсуларды өткен болатынбыз, яғни моносахарид, дисахарид, полисахарид. Бұл жерде сіздер қалай сұрақ қояр едіңіздер? Сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар, мен сіздерге дұрыс жауаптарды ашып отырмын. Бізден жауап, сіздерден сұрақ. Келесі яшығымыз. Көмірсулардың молекулалары моносахаридтердің 2 молекуласынан түзілсе, дисахаридтер деп атайды. Келесі сұрағымыз. Келесі яшықты ашайын. Полисахаридтер суда ерімейді және қоректік қор немесе құрылыс қызметін атқарады. Бұл жерде қалай сұрақ қояр едіңіздер? Бұл беріліп тұрған сіздерге жауабы. Келесі 4-ші яшық. Мурин бактерия жасушасының негізгі тірегін құрайтын полимер. Сұрақты қалай қояр едіңіздер? 5-ші яшықты ашайын. Майлар 3 атомды спирт глицериннің 1 молекуласынан және май қышқылының 3 молекуласынан тұрады. Сұрақ қалай қоясыздар, балалар? Сұрақтарыңызды айтып отырсаңыздар. Келесі яшығымыз. Майлар жасуша мембранасының негізін құрайды. Жылу оқшаулау, су және энергия көзі, тағы басқадай қызметтер атқарады. Сұрақты қалай қояр едіңіздер? Сұрақ қойып жүрсеңіздер. Жақсы, балалар, сонымен бүгін біз сіздермен алдыңғы тақырыпты еске түсіріп алдық. Енді тақтаға назар аударсаңыздар, мына жердегі суреттерден не байқап тұрсыздар? Бұл суреттердің бүгінгі тақырыпқа қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Айтып отырсаңыздар. Өте дұрыс айтасыздар. Бұл жерде біз алдыңғы сабақтарды, органикалық қосылыстарды өткен уақытта айтып өткен болатынбыз, Дұрыс айтасыздар. Наруздары бар тағамдар берілген, наруздары бар. Құрамында наруз бар тағамдар. Және наруздардың кеңістікте орналасқан құрылымдары және наруздың құрылысы көрсетілген, Дұрыс айтасыздар. Жақсы, өте жақсы. Ендеше балалар, дәптерлеріңізге бүгінгі тақырыбымызды жазайық, наруздар, олардың қасиеттері мен қызметтері деп. Жақсы, тақырыпты аштыңыздар, балалар. Тақтаға жазып болсаңыздар. Енді бірінші наруз дегеніміз не? Содан бастайық, Наруз дегеніміз, балалар, ол
мономері амин қышқылдары болып табылатын биополимерлер екен. Ендеше дәптерімізге жазып алайық нәруыздардың анықтамасын. Тірі ағзалардың нәруыздарының құрамына амин қышқылдарының 20 түрі кіреді. Сонымен балалар, табиғатта 200-ден астам амин қышқылы болатын болса, соның 20 амин қышқылы осы нәруыздардың құрамында болады екен. Амин қышқылдарының 20 түрі әртүрлі тәртіппен қосылады. Нәруыздардың молекуласы қалыптасқан кезде амин қышқылдары белгілі бір ретпен химиялық байланыспен қосылып отырады. Бір амин қышқылдарының қосылу реті ДНК-да жазылған және тұқым қуалайтын ақпарат деп аталынады. Нәруыздардың молекулалары әртүрлі үйлесімде бірнеше данадан мыңдаған данаға дейін амин қышқылдарынан тұрады. Сондықтан нәруыздар алуан түрлілігі шексіз. Адамдарда ағзасында нәруыздардың бірнеше мыңдаған түрлері кездеседі. Енді нәруыздарды қасиеттеріне қарай біз суда жақсы еритін нәруыздар және суда ерімейтін нәруыздар деп бөледі екенбіз. Суда жақсы еритін нәруыздар, олар өздерінің биологиялық қасиеттерін судағы ерітіндісінде көрсетеді. Ал суда ерімейтін нәруыздар, ол сүйек нәруызы осеин, немесе буын нәруызы, сіңір және тері нәруызы, коллагендер, олар суда ерімейді. Бұл нәруыздардың қасиеттері. Енді нәруыздардың бірнеше қызметтері бар. Соның ішіндегі қызметтердің ең басты қызметтеріне тоқталып өтсек. Бірінші қызметі ол құрылыстық қызмет. Барлық тірі ағзалар негізінен нәруыздардан тұрады. Нәруыздар барлық тірі ағзаның құрамында болады. Нәруыздар барлық жасушалық құрылым құрамына кіреді. Жасушаның құрғақ массасының 80-70%-ын су алады деп есептейтін болсақ, ал шикі массасының 20%-ы осы нәруыздардан құралады екен. Келесі бізде ферменттік қызмет. Әрбір тірі жасушада биохимиялық реакциялар жүретін білесіздер. Сол жасушадағы заттар бір уақытта түсіп жатады, бір уақытта керісінше түсіліп жатады. Осылардың барлығына энергия жұмсалып отырады, немесе бір заттар синтезделіп жатады. Міне осы кезде тірі жасушаларда жүретін реакциялардың жоғарғы жылдамдығы мен дәлдігін нәруыздар, катализаторлар реакцияны тездеткіштер, яғни ферменттер қамтамасыз етеді. Сондықтан біз ферменттік қызметінде атап өтіп отырмыз. Сонымен бірге энергетикалық қызметі де бар. Яғни 1 грамм нәруыз ыдыраған уақытта 17,6 килоджоуль энергия бөлінеді екен. Келесі реттегіш қызмет. Ағзадағы гормондардың физиологиялық үдерістердің реттегіші болып табылады. Мысалға, ұйқы безінің гормонын алайық. Ұйқы безінің гормоны инсулин. Бұл бауыр жасушасындағы гликогенді синтездейтін ферментті белсендендіреді. Сөйтіп фермент белсенді болған жағдайда ол қандағы глюкозаның деңгейін төмендетеді. Ол бауырда гликогенге айналады. Бұл мұны реттеп отырған реттегіш қызметі. Сонымен қатар қорғаныштық қызметі. Яғни иммунитетті қамтамасыз етеді. Тірі ағзалардың денесінде антидене түзіледі. Антидене ол білесіздерде ауру тудыратын микроорганизмдердің тіршілік әрекетін жойып отырады. Сонымен қатар фибриноген нәруыздары бар. Бұл фибриноген нәруыздары қанның ұюына қатысады. Қанның ұюына қатысып, ағзаны қорғайды, көп қан жоғалтпаудан. Бұл да бір ферменттердің қызметіне жатады. Келесі механикалық қызмет. Бұл әрине сүйек нәруыздары, осеин мен сіңір нәруыздары, коллаген бізде мықтылық, берікті қасиеттер береді. Бұл механикалық қызметі болып саналады.
Сонымен бірге жырғыштық қызметі. Бұл әрине бұлшықеттегі нәруыздарды айтуға болады. Ол бізде актин, миозин сияқты бұлшықет нәруыздары. Тасымалдау қызметі. Тасымалдау қызметі қанның құрамындағы қан жасушасы эритроциттерде болатын гемоглобин нәруыздарын айтуға болады. Гемоглобин нәруыздары бізде тасымалдау қызметін атқарады. Оттегін, көмірқышқыл газын, яғни оксигемоглобин түзу арқылы тасымалдау қызметін атқарады. Пигменттік қызметі. Пигменттік қызметі бұл түс беретін нәруыздар, яғни меланинге байланысты болады. Меланин бізде шаштың, терінің, көздің түстеріне жауап беретін пигменттер. Мұны нәруыздарымыз бізде осындай бірнеше қызметтер атқарады екен. Енді келесі бізде нәруыздардың құрылымдық деңгейлері мен құрылысына тоқталайық. Бірінші, мына жерде көріп отырғандарыңыздай, нәруыздардың құрылымы көрсетілген. Осы құрылысына қарап, нәруыздар не нәрседен тұратынын қазір танысатын боламыз. Мына бөлік бізде міне, бұл бізде NH2, яғни амин тобы болып саналады. Амин тобы бізде амин тобы. Келесі бізде R болып бізде радикалдарымыз. Радикал. Одан кейін бізде карбоксил топтары. Карбоксил тобы болып саналады. Мен қысқартып жазайын. Карбоксил тобы. Бізде мына жерде пептидтік байланыстар болады. Пептидтік байланыс, қысқартып жазайын. Яғни, мына жерде көріп отырсыздар, мына бір нәруыздың құрамындағы амин қышқылы, радикалдары, сосын карбоксил топтарымен, яғни бір пептидтік тізбек екінші пептидпен қосылып, яғни мынау мономер, бір мономер екінші мономермен қосылады пептидтік байланыс арқылы. Сөйтіп бізде дипептид пайда болады. Осылай бірнеше мономерлердің қосылуынан полимерлер түзіледі. Полимер деп отырғанымыз бірізді ұзын тізбек. Ол бізде мына көріп отырғандай полипептидтік тізбектердің бір-біріменен пептидтік байланыстар арқылы байланысып, нәруыздардың бірінші реттік құрылымын түзеді екен. Араларында пептидтік байланыс болады. Одан кейін пептидтік байланыстардан кейін екінші реттік құрылымы ол ерілген спираль немесе шиыршық тәрізді болып келеді. Бұл жерде полипептидтік тізбектердің кеңістікте оралма немесе спираль тәрізді болып орналасуын айтамыз. Бұл екінші реттік деңгейде. Нәруыздардың екінші реттік деңгейі ол сутектік байланыстар арқылы орын алады. Яғни альфа спираль немесе шиыршық және де бетта қабаттары арқылы жүзеге асырылады. Келесі бізде үшінші реттік деңгей, нәруыздардың үшінші реттік құрылымдық деңгейі. Үшінші реттік құрылымдық деңгей бұл полипептидтік тізбектердің кеңістікте үш өлшемді бүктелуінің нәтижесінде қалыптасады екен. Үшінші реттік құрылымда сутектік, иондық, гидроповтық, дисульфидтік байланыстардың негізінде орын алады. Одан кейін бізде төртінші реттік құрылымы. Төртінші реттік құрылым нәруыздардың бөлек полипептидтік тізбектерінен түзілген бір-біріменен өзара әрекеттесетін суббірліктердің кеңістікте орналасуын айтады екенбіз. Нәруыздардың төртінші реттік құрылымы деп. Сонымен балалар, біз нәруыздардың құрылысымен таныстық, және де төрт түрлі құрылымдық деңгейі болатындарын мен таныстық. Енді ары қарай оқушылар, біз сіздерменен бүгінгі сабағымыздың
тапсырмаларын орындап, қаншалықты сабақта не түсіндік бүгінгі сабаққа қатысты. Соны анықтап алсақ, қаншалықты дәрежеде біз бүгінгі сабақты меңгеріп жатырмыз. Ол үшін, балалар, қазір мен тақтадағы суретке назар аударамыз да, осы арқылы бұл жерде нәруыздардың құрылысы берілген, осы нәруыздардың құрылысының неден тұратынын анықтайық. Жеке орындауға болады, дәптерлеріңізге орындауға болады, тақтаға шығып орындауға да болады. Бірінші мына бөлікке көріп отырғандай, мына бөлік бізде не деп аталынады? Қалай аталынушы еді, балалар? Мен дұрыс жауабын ашайын, дұрыс айттыңыздар ма екен, көрейік. Өте дұрыс. Бұл А мен тобы. Келесі бізде мына бөлік қалай аталады екен? Келесі мына жердегі бөлік арасындағы байланысты көрсетіп тұр, қалай аталушы еді? Енді біз мына бөлікке тоқталайық. Бұл қалай аталады бізде? Бұл бізде, дұрыс айтасыздар, карбоксил тобы екен. Келесі тапсырмамыз, балалар, бізде сәйкестендіру тапсырмасы. Сәйкестендіріңіздер. Яғни нәруыздардың түрлері берілген, нәруыздардың түрлерін қызметтермен сәйкестендіреміз. Мен қазір сіздерге сіздер айтып отырыңыздар, мен белгілейін. Бірінші гемоглобиннен бастайық. Гемоглобин бізде қайда апарамыз, балалар? Қандай қызмет атқарады? Тасымалдау қызметі дейді. Келесі коллагеннің қызметін анықтайық, балалар. Коллаген бізде механикалық қызмет атқарады екен. Антидене, фибриноген қандай қызмет атқарады? Фибриноген, дұрыс айтасыздар, қанның ұюына жауапты болса, пепсин ферменті, ферменті қызмет. Меланин бізде немен атқарады екен? Меланин ол түс береді екен, өте жақсы, балалар. Ары қарай келесі тапсырмамызға көшейік. Сіздерге жағдаяттық тапсырма беріліп тұр. Спортпен шұғылданатын оқушы күнделікті ас мәзіріне ет, жұмыртқа, сүзбе қосты. Сұрақ: неліктен бұл тағамдар спортшы үшін маңызды? Нәруыздардың кемінде 2 қызметін пайдаланып түсіндіріңіздер дейді. Ал қалай орындайсыздар? Ойланып көріңіздер, жұпта талқылап көріңіздер. Сосын жауаптарыңызды айтсаңыздар. Мен енді дұрыс жауапты ашайын. Жауаптарыңызбен сәйкестендіріңіздер. Жауабы: бұл тағамдар нәруыздарға бай тағамдар екен. Нәруыздар бұлшықеттің өсуіне және зақымданған ұлпалардың қалпына келуіне қатысады. Сондықтан бұлар ферменттердің де түзілуіне қажет екен. Мына осындай дұрыс жауабы сіздермен өздеріңіздің жауаптарыңызбен, ойларыңызбен салыстырып көріңіздер. Сабағымызды енді қорытындылайық. Ол үшін сіздерге бірнеше сұрақтар беріліп тұр. Осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бірінші сұрақ: нәруыздардың құрылымдық бірлігі қалай аталады? Нәруыздар құрылымдық бірлігі неден тұрушы еді бізде? Дұрыс жауапты ашайын. Амин қышқылдарынан. Келесі: амин қышқылдарының бір-бірімен байланысуы қалай аталады? Ашып көрейік. Дұрыс, пептидтік байланыстар арқылы байланысады. Үшінші: нәруыздардың құрамында қандай химиялық элементтер бар? Яғни қандай химиялық элементтер кіреді нәруыздардың құрамына?
Нәруыздардың құрамына көміртек, сутек, оттек, азот. Кейбір жағдайда күкірт кіруі мүмкін, иә балалар? Жақсы, келесі сұрағымыз. Нәруыздардың бірінші реттік құрылымы дегеніміз не? Бірінші реттік құрылым еске түсірейік. Жақсы. Бірінші реттік құрылымы амин қышқылдарының нақты ретпен орналасқан бір тізбегі, иә? Жақсы. Келесі сұрағымыз, екінші реттік құрылым қандай байланыстар арқылы түзіледі дейді? Қандай байланыстар арқылы түзілуші еді, балалар? Дұрыс жауапты ашайын. Екінші реттік құрылым сутекті байланыстар арқылы түзіледі. Яғни альфа шиыршық немесе спираль және бета қабаты. Үшінші реттік құрылым дегеніміз не дейді келесі сұрақта? Үшінші реттік құрылым дегеніміз. Дұрыс жауабын көрдік енді. Дұрыс жауабында ол нәруыз молекулаларының кеңістікте үш өлшемді бүктелу екен. Сонымен келесі сұрағымыз, балалар, төртінші реттік құрылым қай кезде болады дейді. Енді дұрыс жауабын қарастырайық. Төртінші реттік құрылым бірнеше полипептидтік тізбектерінен құралған нәруыздар болған кезде болады екен. Мысалға, оған біз гемоглобинді жатқызады екенбіз. Соңғы сұрағымыз, нәруыздардың құрылымы мен қызметі арасында байланыс қандай дейді? Байланыс. Нәруыздың құрылымы мен қызметінің арасындағы байланысты табуымыз керек. Дұрыс жауабы нәруыздардың құрылысы мен оның қызметін анықтайды. Егер де құрылымы өзгеріп кететін болса, онда қызметі де бұзылады екен. Яғни нәруыздың құрылысы оның қызметін анықтап тұрады. Егер құрылым өзгерсе, қызмет те бұзылады. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі сабақты қорытындылап алдық. Енді сіздерден рефлексия. 3-2-1 әдісі арқылы өздеріңіздің 3 жаңа мәлімет қандай алдыңыздар, соны жазуларыңызға болады, немесе айтуларыңызға болады. Қызықты болған 2 фактыны және де 1 сұрақ немесе түсінбеген жерлеріңізді сұрауларыңызға болады. Мына ссылка бойынша да, мен қазір ашып жатырмын, сіздерге ссылкасын да жіберемін. Осы ссылка бойынша сіздер маған онлайн түрде де жазуларыңызға болады. Яғни, бұл жерде мына жерге 3 жаңа мәлімет жазасыздар. 3 жаңа мәліметті 2 қызықты факторлар жазуға болады, және де 1 сұрақ немесе түсінбеген жерлеріңізді сұрап алуларыңызға болады. Жақсы балалар, енді осы өздеріңіздің рефлексияларыңызды маған осы ссылка арқылы мен жіберген жазып жүрулеріңізге болады. Немесе қазір сабақ барысында өздеріңіздің 3 жаңа мәліметтеріңізді 2 қызықты болған жерін және де туындаған сұрақтарыңыз немесе түсінбеген жерлеріңізді сұрап алсаңыздар болады. Ал жақсы балалар, енді сонымен ары қарай сіздерге үй тапсырмасы, яғни тақырыптың соңындағы синтездің 1-ші, 2-ші тапсырмаларын орындап келесіздер. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар балалар.